жайық деген әнді әркез осылайша шерткенде көз алдыма өзім көрмеген екі ұлы дария толқиды жатады. Бұл Еділ мен жайық. Біздің тарихи ата мекеніміз. Мына Адайдың ұлы жырауы, мұрын жырау, бізге керемет әдебиетте тарихи ескерткіш қалдырды. Бүкіл әлем әдебиетінде қырғыздардың манасы үлкен, теңдесі жоқ, эпикалық ұлы дастан болса, жыр болса, сол мұрын жырау қалдырған Қырымның 40 батары деп аталатын осы бір эпикалық жырлардың үлкен жиынтығы сол манастан екесе үлкен. Соның ішінде менің аталарым 8 дастан бар. Менің аталарым олар кімдер? Қарадөң, Қуаныш, Сүйініш, Бегіс, Кеуіс, Тама, Нәрік, Шора. 8 ата. Осының ішінде, осы аталардың ішінде, мысалы, өзімнің тегімді, кім екенімді біреу сұрап жатса, айтар сөзім, біздің елдің ақындары әр елдің ақынымен айтысқанда айтады екен. Бұл ақынның бірі Мизанбай деген ақын, арқада туған, 1932 жылдары қайтыс болған. Ұлы жүздің Исабек деген ақынымен айтысқанда, сол екеуі керемет дос болып, ылғи сол кездесіп, жүздесіп, кездесе алмай қалса, хат арқылы айтысып жүргенде, сонда Исабек деген өте алғыр ақын қайта-қайта Мизанбайды алқымдап қинай береді. Осы кім дерсіңдер, жер көкке сыймайсыңдар, осы Тама деген кім дерсіңдер деп сөйдейді. Сонда айтатын сөз: Тамадан қара бура құлай туған, құлайдан туған екен ер Шамырқан. Туыпты Шамырқаннан әліп жөгі, осыны білмейсің бе сен антұрған дейді. Міне сол әліп жөгіден жер бетінде өніп өсіп атқан Таманың ұрпақтары осы екі атадан тарайды. Әліп жөгі. Енді осы нарынды жайлаған, жайықты, Еділді телемген, осы Атыраудағы үлкен арқалы ақын Тама Досжан, мынау Хамит Ерғалиевтардың аталары, әкелерімен бірге немере болып келеді, бір-біріне жақын адамдар. Сол Досжанның мына Балаурызбен айтысқан бір сөзінде Досжан айтады: сөйлейін сөйле десең ұлы дудай, кем ақыл бұрынғы айтқан сөзді ұғымай. Сен сұрап ұранымнан мін таппайсың, ұрғаным жауға шапқан қара бурай дейді. Қара бура деген атамыз міне, мынау қазір Созақта үлкен мавзолей төрінде жатыр. Алдынан пейіш нұры шалқып, бүгінде халықаралық үлкен пантеонға айналды. Қазір енді бүкіл түрік елдерінің игі жақсыларының бәрі, ұрпақтарының бәрі сол Қара бураға тағзым етеді. Қара бура Қожа Ахмет Яссауидің рухани серігі, досы. Қожекең өз дүниеден қайтарында айтқан өсиеті бойынша өзінің намазын шығарып жер қойнына тапсырған осы Қара бура. Міне енді жаңағы осы Қара бураның кім екендігін Шоқан Уәлиханов өзінің бірінші томында бұлай деп айтады: осы мынау жайықтың бойындағы сарайшық гүлдеп, дүрілдеп тұрған кезінде сол үлкен керемет орданы басқарып отырған Әбіл би деген өте бір
елге жайсыз, сондай өресіз, өзінің қамынан басқа еш нәрсені ойламайтын, елді ығыр қылған сондай бір бейші көрінеді. Соны жаңағы Шоқанның жазуында Шора, Нәріктің ұлы Шора келіп, сол сарайшықта Әбілбейді орнынан тайдырып, сөйтіп үлкен бір оқиға болып жатқан шақта мына орыс елден үлкен суық хабар келеді. Иван Грозный, орыстың патшасы, Қазанды алып жатқан көрінеді деген сондай суық хабар естіген кезде сарайшықтағы жаңағы оқиғадан кейін осындай декабрь айының желтоқсанның енді өте қақап тұрған кезі, сонда кеп 10 мың қолын жинап елдің билерімен ұлы батырларынан бата сұрағанда бата бермейді үлкендер. Мынау қыстың түрі жаман, орыстың қысы бұдан да сұрапыл. Және сендердің қолдарында орыстың отты қаруы жоқ, зеңбірегі жоқ. Жалаң қылыш, жалаң найза, садақпен сендер барып қырыласыңдар. Сондықтан бұл жорық өте қазір сәтсіз жорық болады. Сондықтан сабыр сақтайық дейді. Сол кезде жаңағы Шора, Нәріктің ұлы Шора, арғатамды сұрасаң, қара бура тамамын, бергатаңды сұрасаң, Нәріктің ұлы Шорамын, мен Қазанға барамын, мен Қазанға барғанда қар жаумаса қан жаусын дейді. Міне осы Шора сол сапарда Қазанды орыстардан босатады. Қазанды билеген Сапаргерей Қырымға қарай қашады. Ол Қырым партиясын құрады. Енді Шора орыстармен Иван Грозныймен мәміле түзіп, келісімге келіп, Мәскеу партиясын құрады. Міне орыстармен осылай бір келісімге келіп, Қазан тыныштанып, енді бізге ешқандай бір қатер төнбейтін жағдайға сенгендей болып, сол екі ортада жаңағы Нәріктің Нағима деген қызын жаңағы Иван Грозныйдың әулетіне ұзатып, міне сондай бір келісім болдау деген сәтте соған иланған, нанған батыр, аңғал батыр Шора елге қайтып келе жатып, Уфаның іргесінде Еділдің бойында орыстардың жансызданып келген үлкен тобына тап болып, үлкен шайқас, үлкен соғыс болып, сонда мерт болады. Міне сонда бұлардың, мына орыстың үлкен академик тарихшы ғалымы Орловтың жазуы бойынша, Шораның осы мерт болған сәтінен кейін Нәрікбай өзінің 40 үйлі нөкерімен өз жайлап отырған Ақсарайға қарай көшті дейді. Ақсарай мынау Ганешкиннің арғы желкесінде отырған Еділдің бойындағы бір біздің қасиетті жер. Сол жерді жайлаған Нәрік Шора. Енді міне сол қазір енді тама ұраны қара бура болған байтақ елдің ұрпағы бүкіл Қазақстанға тарады дейміз. Ол қалай болған? Ол сол баяғы заманның, Шоралардан кейінгі заманның үлкен дүрбелеңі, біздің орыстар келіп біздің жерге жыландай жылжып келіп, жайлап келіп, ала бастаған кезі. Мысалы, Беріш Қаратоқай Мұрат Ақынның жырлауы бойынша Еділді келіп алғаны, етекке қолды салғаны,
жайықты келіп алғаны, жағаға қолды салғаны, ойылды келіп алғаны, ойдағысы болғаны, адыра қалғыр үшқиян, қара шекпен үстінде арбаларын сүйретіп Маңғыстауға барғаны дейді. Міне осындай дүрбелең кезде, мынау Әбілқайыр заманынан сәл бұрынырақ па, бұл туралы біздің қолымызда ешқандай керемет әлгі міне жағдай осылай дейтін дерек көзі жоқ. Ел сол кезде осы орыстардан ығысып, орыстардан жылыстап, мынау жайықтың бойында, електің бойында үлкен дүрбелең кезінде осы жерден мына арқаға қарай бет алып, арқаға қарай көшкен. Алғашқы көш Тобылдан өтіп, Торғайға барған. Торғайда біраз ес жиып отырып, Ұлытауға барған. Ұлытауда керемет жайлау, ол да бір қазақтың қасиетті жері, жер суы қандай бай, шалқыған жайлау. Сол жерде біздің жаңағы Тама елі, Таманың ішінде 5-6 ата жағалбайлы бар, жаңағы 4-5 ата алшындар дейді. Алшын Таманың бір бұтағы болып жүрген. Кейінде енді ол мынау өзгеріп жатыр ғой, аталары белгілі болып жатыр қазір. Міне сол ел Ұлытауда отырып біраз ес жиғаннан кейін аңсаған жері Сарысу өзенінің жағасы болады. Ең тоқтайтын жеріміз Сарысу дейді. Ол қазіргі Қарағанды облысы Жаңаарқа ауданынан жаңағы Көктөй өтіп, ұзақ 830 шақырым жерге созылатын Сарысу өзенінің жағасына барып, Ұлытаудан кейін барып, біздің ел табан тірепті. Сол жерде тоқтайды, сол жерде жаңағы жер береді. Орта жүздің кәдімгі бір жағы Найман, бір жағы мынау арғындардың ортасында, оңтүстік жағында жаңағы бетпақ-дала. Кейін енді Абылайдың заманында сол Сарысу жағасын, отырған жерін, одан кейін біздің ел мынау Еділ мен Жайыққа анда-санда жаңағы барып қайтып жүреді екен, жаңағы кейбір өкілдері. Сонда бір ел қозғалақтайды, Еділ мен Жайыққа қайта көшсе қалай болады деп. Сол кезде Абылайдың жаңағы үлкен тамаларға деген үлкен ерекше ілтипаты, ізеті, мейірімі, өзінің қандық күресінің сұрапыл күндерінде өзіне жанына жалау болған тамаларды қимайды. Абылай хан айтады, осы жерде отырасыңдар, мынау жер аз болса бетпақтың оңтүстік жағы, мынау бетпақтың Шудың теріскей беті, теріскей жағалауы, қазіргі мынау Жамбыл облысы жаңағы Шудың бойындағы жаңағы аудан, Сарысу ауданының Жайлаукөл, Қамқалы, Шығанақ дейді, соған Суырдың қарай кете береді. Осы жерді қыс-қыстауға жайлауға, тамаларға бекітіп береді. Бұл Абылайдың сол кездегі әмірі бойынша іске асқан ұлы тірлік. Содан тамалар сөрді бекініп, жайғасып, әбден өніп өсіп, солай өмір сүрген. Сарысуға кеп жайғасқаннан кейін, мына батыста қалған Таманың басқа ұрпақтары, бұтақтары, бөлімдері бар ғой. Бұлар да қозғалыпты арқаға. Тірелген жеріміз Сарысу болып тұр, Сарысуға көшейік. Енді бетпақ-дала арқылы көшеміз дейді. Сонда бұл ұлы көшті, мынау жаңағы Есет батыр, Әбілқайырдың бас батыры. Міне сол, осы тілекке сол кісі басшы болады да, ел
Жосалының үстімен Түркістанды басып, Түркістан арқылы Қаратаудан өтіп, Қаратаудан Бетпақдала арқылы Сарысуға барып, жайқалып отырған Сарысуға бір-ақ тіреледі. Екінші көш солай. Енді көштің соңы, көшті әптен жиып теріп, аман есен жетіңдер деп жан-жағын барын қоғамдап шығарып салған Есет Батыр енді келетті өзінің маңайында жүрген 5 ауылы бар екен. Оны ылғи Есеттің төңірегіндегі сол 5 ауылды Бестама дейді екен. Бестама. Қазір мынау Ақтөбеде Електің бойында Есет Батырдың керемет сағанасы тұр. Сол жерді қазір Бестамақ дейді. Бестамақ деп атандырып жүрген баяғы орыстар екен. Осы Бестама деген ауылын өзімен бірге бастап көшірем деп келгенде Есет Батыр өзі қайтыс болып кетті. Сөйтіп мынау Ақтөбедегі Бестама деп аталған ауыл қазір Бестамақ болып отыр. Міне енді сол бүкіл Сарысуға барып жайғасқан, сол жерде өніп өсіп, жан-жаққа тараған Таманың ұрпақтары бүкіл арқаға біраз жерге барып орнығыпты. Ол мынау шығыста Шәуешек дейтін қаланың аузында, сол қаланың түбінде Тамалар ауылы бар. Баян ауылда Тамалар ауылы бар. Қарқаралыда Тамалар ауылы бар. Сөйтіп Қазақстанның әр жерінде Тамалар жаңағы әр түрлі жағдайлармен, себептермен барып орнығып тұрып қалған. Олардан белгілі адамдар шыққан, батырлар шыққан деген сияқты сондай ақындар шыққан, әншілер шыққан. Ал енді Сарысуды жайлаған біздің елдің мына қазір енді өнердегі ең белгілі ұлы тұлғаларының бірі қазақтың Қорқыттан кейінгі қобызын үлкен классикалық дәрежеде деңгейге жеткізген ұлы күйші Ықылас Дүкенұлы. Ықыластың шәкірті Сүгір. Енді бұл әулет, Ықыластың әулеті өзінің әкесі Дүкен қобызшы, Дүкеннің әкесі Алтынбек қобызшы, өзі қобызшы, үлкен баласы Түсіпбек қобызшы. Сөйтіп біздің ел ұзын аққан Сарысуың бойын жайлап, өніп өсіп отырды. Тарихтың осындай бір сауалына тірелеміз. Неге Тамалар солай көшкен деп? Сол заманда, одан бұрында, мына жоңғарлармен шапқыншылық, Қытайлармен шапқыншылық кезінде, біздің мынау Қазақстанның Алтай жағы, Тарбағатай жағында, ар жақтан жаңағы ылғи әркез елді дүрбелеңге салып, шапқыншылыққа ұшыратып, қайғы қасіретке душар қылып жатқан жаңағы бірде Қытай, әсіресе жоңғар, міне осы бір ұлы шайқастар кезінде, беймаза кезеңде сол елді басқарып отырған хандар, өзіміздің хандар, әркез біздің осы кіші жүзге жаңағы үлкен кәдімгі сеніп, әңгіме жүргізіп, бізге тама табынды беріңдер. Мына шығысқа
жоңғарларға, қытайларға қалқан қылып ұстап отырайық. Осы екі атаны біздің арқаға қарай, шығысқа қарай жылжытыңдар дей береді екен. Енді алғаш тік көтеріліп, жаңағы Жайықтың, Еділдің бойынан, мынау Електің бойынан, Ақтөбе даласынан Тобыл арқылы алғаш көш кеткенде, сол кездегі баяғыдан қозғалып жүрген әңгіме соларға үлкен демеу болып, қозғау болып, негізі солай көшкен екен. Сөйтіп енді міне Сарысуда неше ғасыр өніп өстік. Қазір қарасақ 4 ғасырдай болған. Енді мына арғындар, наймандар Шудың бойын бізге Абылай кесіп бергеннен кейін жаңағы ұлы жүзбен біте қайнасып, араласып, қыз алысып, қыз берісіп, құдандалас болып, солай үлкен өмір өтті. Абылайдың кезінде біздің ел өзінше тағы бір қозғалып қапты. Заман тынышталды ғой кішкене, Еділ мен Жайыққа қарай қайта көшсек дейді. Сонда біздің елдің билері мен батырлары Абылай ханға келіпті. Абылайдың бергі қазылары, уәзірлері отырып бұлармен пікірлеседі. Тілектерің қандай дейді. Ханмен не жөнінде сөйлесесіңдер дейді. Айтады, біз енді ұлы мекеніміз Еділ мен Жайық, Нарын, Жем мен Сағыз, Ор мен Елек, сол байтақ өлкеге енді қайта бір аңсарымыз ауып отыр деген кезде, ой Құдай-ай, тамалар, жер көкке сыймайды екенсіңдер. Осындай шалқан сарыарқадай жерден кете ме адам? Сарысың бойының еміп отырсың ғой. Абылай хан, біздің хан иеміз, сендер жібермейді. Сендерге ақылымыз, отырған жерлеріңіз сіздерге аздық қылса, тарлық етсе, тағы да тілек етіңіздер. Сіздерге сұрамай-ақ жер береді, Абылай хан дейді. Сол кезде жаңағы Абылай ханның ұлы кәдімгі істері жүріп жатқан кезде, шайқастары болғанда жоңғарлармен, сондай қым-қиғаш сәтте жанына жалау болған Тама елінің 3 ұлы батыры Сеңгірбек, Баян, Жұма деген 3 батыры бүкіл Тама елінің рухын көтеріп, елге ұйытқы болып, Абылайдың оң қолы болғандай болып, керемет қайрат көрсеткен ел екен. Сондықтан Абылай жібермейді да, мына бетпақ-даланы береді, ортасынан ойып тұрып, содан кейін жаңағы мына Шудың теріскей бетін береді. Жаңа айттым, міне осы жерде орнығып қалған ел.